ата-ана және ұрпақ тәрбиесі атты ата-аналар арасында конференция өткен болатын. Негізгі мақсат бұл ата-ана арасындағы молайған, жиналған тәжірибемен бөлісу, яғни оқушы бала тәрбиесіндегі өзекті мәселелермен бөлісу болатындығын онлайн платформа ашылайын деп жатыр. Ол онлайн платформа, яғни арнайы Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептің ата-аналарына шектелмей, сондай-ақ басқа да Назарбаев зияткерлік мектептің ата-аналарына да бөлісетіндей бір алаң ұйымдастырайық деп жатырмыз. Сонда ой бар. Қазіргі уақытта мамандық таңдау жастар үшін өте маңызды мәселе болып табылады. Оның ішінде мамандық таңдауға көмектесу ата-ананың негізгі міндеті деп білеміз. Зерттеулерге сүйенетін болсақ, бірінші курсқа түсетін 10 үміткердің қазіргі уақытта бітіріп шығатыны тек 6-ы ғана. Ол 6-ның ішінде тек 3-і ғана өз мамандығы бойынша жұмыс істейді екен. Осы мәселеден туындайтын ой, ол өз мамандығын дұрыс таңдамау. Осы мәселені шешу үшін ата-ананың көмегі өте қажет. Бүгінгі біздің Назарбаев интеллектуалды мектебінде өткен конференциямызда негізгі тақырыптардың бірі ата-аналардың өз балаларына деген мамандық таңдаудағы көмегі. Өте жақсы бастама, ата-аналар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп жатты. Мен де өз тәжірибемен бөлістім. Яғни туғаннан бастап балаға 3 жасқа дейінгі берілетін тәрбиенің өте маңызды екендігін. Мен өзімнің 3 баламда осы тәжірибені қолданғам, ол өзінің оң нәтижесін берді. Яғни мен 3 баламда да ешқандай қосымша оқу орталықтарына берген жоқпын. Өз беттерінше сабақтарын оқыды. Кіші ұлым осында оқып жатыр, өз білімімен түсті. Ол да жаңағыдай тек сол өзімнің берген тәрбиемнің арқасында әрі қарай алып кетіп, сол өз нәтижесін берді. Енді бала бізде жасөспірім бұл тұлға болып қалыптасатын кезең, осы нағыз жасөспірім кезең. Біздегі негізгі іс-әрекет біз қарым-қатынас деп санадық. 15 жастан бастап бізде балаларда қызығушылықтары, олардың кәсіби бағдарлары, сол арқылы олар қалыптасады. Не покупая эти добавки в аптеках или же в магазинах, мы можем получить через овощи и зелень. Поэтому предлагаю вам вести эту полезную семейную привычку.